Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге екі бауырдың, Қабаш пен Бабастың тарқанған тағдыры жайлы айтып беремін. Бұл жай ғана отбасылық әңгіме емес. Бұл біздің халықтың құндылықтарын, яғни намыс пен артық не екенін, ата-баба жеріне деген махаббаттың қаншалықты терең сезім екенін көрсететін оқиға. Біріншіден, ажырау болған. Бабас ұйымы бар, отбасын ойлайтын үлкен бала. Ал оның інісі Қабаш, еркін рухты, саяхаттағанды жақсы көретін жігіт. Ол үйде отырып, жер қазғанды жек көреді. Ағайындың келісі алтын бесік. Бірақ бір күні олар ұрысады. Бабас інісіне қолымызды мал қысқартып отыр ғой, деп айтады. Бірақ Қабаш қолын ұзарғанша жолым ашық шығар, деп өз тәуелсіздігін таңдап кетіп қалады. Бірақ оның еркіндігі үлкен апатқа әкеледі. Оны басқа ауылдың атын ұрлағаны үшін ұстап, байлап әкеледі. Бұл барлық ру үшін үлкен ұят. Қабаштың ісінен бүкіл рудың беті қарайды. Бабас бар малын сатып, айып төлейді. Бірақ бәрі біткен жоқ. Ауылды ұрылар ауылы деп атай бастайды. Сонда Бабас қорлыға шыдамай, қатты шешім қабылдайды. Ол інісінің шашын қырып, ескі киім кигізіп, қолына таяқ ұстатады. Сосын оны ауылдан алыс жерге қуып жібереді. Бұл қасқа деп аталатын әдет. Бұл олардың соңғы көрісуі болады. Қабаш алыс жерде жаңа өмір бастайды. Жер өңдейді, үйленеді, балалы болып, ұлды Бапышты өсіреді. Алайда ол туған жерін, Алатауды, Мыңбұлақты естен шығармайды. Өмірінің соңында ол ұлына былай деді: мені жерлегеннен кейін туған елімді тауып, руына қосыл. Туған жердің түтіні де тәтті. Осылайша 1921 жылы Қабаштың әулеті Бауыржанның ауылға келді. Өлген тіріледі ме? Деп тылсым сұрақ қойылды. Жауабы таңғажайып. Қабаштың бүкіл отбасы, балалары, немерелері, жаңа туысқандар ретінде отанына оралды. Ауылдықтар оларды ықыласпен қарсы алады. Қабаштың немерелері еңбекқор және беделді адамдар болады. Олардың балалары Бауыржанмен бірге өседі. Жыл өткен сайын оларға қойылған жаңа туысқандар деген атау да ұмытылады. Барлығы біткен соң рудың жүрегі бірігіп, бір болды. Қорытындылай келе, бұл оқиға бізге 3 маңызды нәрсе үйретеді. Біріншіден, намыс бұл жеке емес, бүкіл ру үшін маңызды. Бабас намысын сақтау үшін інісінен айырылуға мәжбүр болды. Екіншіден, тағдыр әрқашан өз жолын табады. Қабаштың өзі емес, оның ұрпақтары оралды. Үшіншіден, ең бастысы, туған жерге деген сүйіспеншілік. Бұл сезім Қабашты өмірінің соңына дейін қуған. Бұл сезім оның ұрпақтарын қайта отанына әкелді. Осылайша, бұл әңгіме бізге тарих қанша қиын болмасын, туған жерге деген махаббат, намыс пен кешірім әрқашан жеңеді деп көрсетеді. Рахмет.